Стресс конференцияның негізгі мақсаты әртүрлі саладағы кәсіп иелерін танымал ету. Қазақстанда ең түзу жолдар ол темір жолдар. Сонымен қарсы алыңыздар, жолаушылар. Сақ болыңыздар, On-Night Show жедел пойызымен ортаға жол серіктер келе жатыр. Пойыздың тұру уақыты 20 минут. Сұрақтарыңызды қойып алыңыздар. Бүгінгі біздің жол серіктерге. Аза екеуміз ғана. Қалайсыздар, қояндар. Жол серіктер. Хоп. Сонымен сұрақ. Неге пастелдің болмайтын бір матасы өте қымбат? Штрафын төлегеннен кейін зато келесте мұқият боласың да жұрттың дүниесіне. Көбісі ұрлайды ғой бізде. Өткенде бір вагон ұрлап кеттім бізде. Біреулер датыба қонағып. Жолаушылардың бағалы заттар қалып кетсе не істейсіздер? Асырап аламыз. Асырау. Кегенше күтеміз ғой енді. Кегенше күтеміз. Мысалы бір мен 2-3 минутта күтем, кемесе алып қоям. Жалғастырақ, келесі сұрақ. Былай ғой, розетка только сіздер жақта ғана бар. Проводниктер жақта ғана бар, да? Ал жолаушылар жақта ғана жоқ. О жақта жоқ, сіздерде ғана бар. Сонда сіздер сондай жадныйсыздар ма? Қалай бұлай? Ал кеттік. Енді жадный болмасаңдар, керек болса өздерің үйден алып шығғанша ұзын бір 480 километрдей қылды да. Переноска ма? Переноскамен баратын жерге де жететін қылды. Розетка только сіздер ғана жақта бар, да? Неге сіздер сондай жадныйсыздар? Сендер жақта көпеде жоқ розетка. Әдейі зарядкілерін телефондағы зарядка отырып, бір-бірімен аралассын дейміз ғой біз. Мәмілеге келді. Ес берген. Темір жолды тоздырып болдыңыздар. Тура жолға қашан түсесіздер? Тозып атқан темір жол болса да, тура жолда жүрген проводниктер жетет бауырым. Ұмытта. Рахмет. Бар ма сұрақ алмен қарай? Сұрақ. Ағаш неге пойызда бірінші этажда әжелер алып ала береді? Үлкенді құрметтеу керек. Сатып алсаң да болады. Сатып алса да алып алсын, жоғарға жатсаң нең кетеді, дымың кетпейді ғой. Зато әжеңнің ақбатасын алып, жоғарда смелы болашақ. Әрі кетсе, құларсың, төрт қабырғаң сынары бол, ода тұрған не бар? Ассалаумағалейкум, сіздер пойызда бара жатқанда біреу ауырып қалса, бірінші көмек көрсете аласыздар ма? Түсіріп кетеміз соны сол жерден. Басқа жоқ кетесін деп. Бірден ба? Жеткенше жазылғанын күтеміз. Неге осы купедағылармен мейірімді сөйлесесіздер де, ал пласкартпен менсінбей, өзінше... Қалай менсінбей? Жоқ, пласкарттағы полный жан-жақтағылар естісін деп айғайлап сөйлейміз ғой, купеде жай сөйлейсін, іште болғаннан кейін. Мен шынымен проводник емеспін ба? Қымбатты көрермен, осымен стресс конференция аяқталды. Бүгінгі стресс конференция кейіпкерлері жол серіктер. Жол серіктерге қошеметтеріңіз. Құрмет достар, біз үшін түн ұйқысын 4 бөлетін аналарымыздан кейін проводниктер. Сол үшін олардың қадірін білейік. Қошеметтеріңізбен қарсы алайық. Жол серіктер, рахмет! Құрметті көрермен, тойдың боларынан болатысы қызық. Ал тойда болатын адамдардың тізімі одан да қызық. Қош келдіңіздер. Мұна енді білесіздер, қазақтың тойы деген күніге той қазақта. Сол тойдағы барлық адамдар жинадым бүгін мен. Адамның барлық түрін жинадым осында. Мен қазір тізіммен айтып шығам, барлар бар деп айтып отырасыздар. Түсінікті той, а? Иә. Так, бірінші, той басталмай жатып сарқытты алып кететін әже бар ма? Бар. Кішкене ана ақсақалдар ашып бергенше отырды, сәл басында алып кетпей. Одан кейін адамдар тос сөйлеп жатқан кезде артта қағаз ручка іздеп жүретін кісі бар ма? Бар. Үйіңнен әкпесе сразу төрт-біршті қып. Өзі 3,000 теңге әкпелесін той анаға. Одан кейін менің балам ән айтатын еді дейтін әпше бар ма? Бар. Балаң қатты айтатын болса, концертке апарса оны, тойға келе бермей. Сосын Димаш Құдайбергеновтың статусынан жоғары тұратын трионың қыздары бар ма? Бар, келатыр. Неменеге кісі болып жүресіңдер,
біреудің әнін орындайсыңдар, еще плюспен айтасыңдар, сәл қарапайым болсаңдаршы. Одан кейін ішіп алып тоста сен үшін любойын айырам деп тойдан соң мұрны сынып жататын кісі бар ма? Міне. Кішкене әліңе қарап айт. Тамадаға, брат, осыдан кейін біз шығарып жібересіңдер ма дейтін фокусниктер бар ма? Бар ма? Бар. Циркке барсаңдар содан да. Сосын 70 жас мерейтойларда жылам биін билейтін қыз бар ма? Бар. Бар ма? Келіп тұр міне, тұрғы ой. Кішкене жабықтау билейсің ғой, ана жылан көрінбей қалып жатыр да. Ал енді жастар бақытты болсын, сендерге әрдайым орны бар деп ән айтып кететін әжелер бар ма? Бар. Просто тос айта берсінші со. Сосын микрофонға салаттың, қамырдың түйнегін шашырап сөйлейтіндер бар ма? Бар. Кішкене жеп алып асықпай сөйлесеңдер, өткенде өткенде микрофон ішінен бір целый чикен шықты. Хорошо. Сосын досымызға арнаған флешмобымыз бар деп нашар шіріп билейтін бейші достар бар ма? Бар. Просто тойға қатысып, той ана кеп қатыса беріңдер оны. Әйелдердің, қыздардың көзінше ремен байлап жататын кісі бар ма? Бар. Сыртқа шығып байлап одан да. Досымен танысқанына бір-ақ ай болған, бірақ той егесіне мама той құтты болсын деп сөйлейтін балдар бар ма? Бар. Кішкене араласай сәл. Сосын той күшті, көңілді, әдемі, жоғары деңгейде тамаша өтіп жатқан кезде, осы кезде папаларың болғанда ғой деп андай настроениен түсіріп жіберетін балдар бар ма? Бар. Өз жерде де бір папаларың болғанда ғой. Ситуацияға қарап айтыңдар да, Енді одан кейін тілек айтқанда не айтамыз енді деп жарты сағат сөйлейтіндер бар ма? Бар. Білесіңдер ғой, негізі, не айтамыз деп бастамай, қысқа нұсқа қайырсаңдас. Одан кейін Америкадан видео жіберетіндер бар ма? Құттықтап. Бар ма? О кісі болып Америкадан видео жіберіп, үйтіне алмаса, сен ояқта не жұмыс жасап атқан білесіңдер ма? Қарғаларды үркітетін, болмайтын бірдеңе шығып жүретін жұмыс істейсіңдер. Сосын суретке түсіріп алып, сол фотоны фотоаппараттан қымбат қып сататындар бар ма? Бар. Арзандау қып сатсаң, немене бәле анау. Сосын тойдағы ойынға мен шығайш деп шығып ап, істей алмайым ғой, қойшы айтпай қойын деп кісі болатын адамдар бар ма? Бар. Үйтетін болса шықпай қойыңдар. Сосын сүндет тойға шығатын батырлар бар ма? Бар. Бір анау шынымен 17-ші ғасырдан келген батырлар құсап жүрмей қойыңдар, шәне. Одан кейін сүндет тойға шығып, жұрттың көзінше тойдың ортасында жіберіп қоятын жылқы бар ма? Жылқы келатыр. Ситуация қараңдар енді. Біреудің өмірінде бір-ақ рет келетін өзі барын салып істеп атқан тойына просто футболка киіп келетіндер бар ма? Бар. Сәл классический киіп үйренсей. Құдаларды спринтермен әкелетін кісі бар ма? Бар ма? Бар. Андай спринтерде отыра берші, ішке кіріп міндетсін де, бізге тамақ бар ма деп сұрай бермей. Сосын микрофонға помадасын жағып кететін қыздар бар ма? Бар. Одан кейін лезгинка сұрап, вообще билей алмайтындар бар ма? Бар. Кәдім просто тойын биін билей беріңдер. Жалпы жиналдыңдар ғой, бәрін түгел қамағанша. Так, сағат бізді 7-ге шақырған, как раз 9:30 болды, тойханаға кіре берсеңдер болады. Кеттік.